Армысыздар көрермендер, қайырлы күн оқушылар. Эфирде сапалы білім каналы 1-99 сынып информатика пәні бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары бөлім ақпаратпен жұмыс жасау бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Көп сөзбай ендеше бастаймыз. Бірінші тапсырма бұл БЖБ әдеттегідей БЖБ-дан емес, жаңа түрі ұқсайды, бірақ деген осы БЖБ келіп отырса сіздерге пайдалы болады деген ниеттемін. Тапсырма 1. Келесі жағдайда ақпарат қасиетін анықтаңыз. 9 сыныпта 25 оқушы сабақта отыр. Қайсысы қасиетіне кіреді дейді. Өзектілік дегеніміз актуальный, дәл сол уақытта болған жағдайға мысал болады. Бұл жауап келмейді. Дәлдік осы келуі мүмкін. Ақиқаттық сабақта отыр. Ақиқаттық дегенде болады, бірақ уклон дәлдікке жақын. Қажеттілік ол болмайды. Сонда біз дәлдікті жауап ретінде алсақ болады. Түсінікті деп ойлаймын. Осылай белгілеп қоярсыздар. Келесі екінші тапсырмаға көшейік. Кешке қарай сабақтан қайтқан кезде сыныптасының күтпеген жерден қоңырау шалып, ертеңгі сабақ кестесін өзгеретінін ескертті. Бұл ақпарат сен үшін қандай қасиеттері бар? Сенімділік, толықтық, өзектілік, құндылық, түсініктілік, объективтілік дейді. Сенімді ақпаратқа жатпайды, толықтылық осы болуы мүмкін. Құнды ақпарат, түсініктілік, өзектілік емес. Бұл жерде толықтық бола алады, құнды ақпарат ең дұрысы осы болар. Құнды ақпарат себебі жауабын түсінікті ретінде жаза кетеді. Кешке қарай сабақтан қайтқан кезде сыныптасының күтпеген жерден қоңырау шалып, ертеңгі сабақ кестесі өзгеретінін ескертті. Әдетте сізде сабақ кестесі бар, мысалы алсақ, белгілі бір мектептегі жағдайларға байланысты сабақ кестесі өзгерді. Сынып жетекші старшыға айтты, старшы сізге айтты деген сияқты. Сонда құнды ақпарат себебі ол ақпаратты сіз алмасаңыз, ертең ескі сабақ кестесімен кітап дәптерлеріңізді апару мүмкін еді. Сол үшін құнды ақпарат айтты, сіз соған сәйкесінше жаңа сабақ кестесі бойынша кітап дәптерлеріңізді мектепке ертеңіне апардыңыз деген сияқты. Мен қазір ауызша айтып кеттім, осы жерге сол сөйлемдерді өздеріңіз қысқа нұсқа жаза кетіңіздер. Түсінікті деп ойлаймын. Үшінші тапсырмаға өтейік. Бұлттық есептеулердің мақсатына қарай бөлінуін сәйкестендіріңіз. Бұл кітапта бар. Мен сіздерді мына жерде жеке бұлттар, ортақ бұлттар, аралас бұлттар, қоғамдық бұлттар деп төртке бөліпті. Қазір мен сіздерге егжей-тегжеймен көрсетейін, кітапты ашайын. Қарасаңдар, жеке бұлттар жеке кәсіпорындардың өзіне ғана деген сөйлеммен басталады. Ол бізде жеке бұлт сәйкес келеді. Екінші тұрған кестеде екінші тұрған қатарға сәйкес келіп тұр. Бұны қалай сәйкестендіреміз? Ставка фигурамен сәйкестендірейік. Жеке бұлтқа бізге мынау бола алады. Бұлай көрсетейін. Ортақ бұлт. Ортақ бұлт, ортақ мақсаттары бар қоғамдық бұлттар бола алады. Онда ортақ бұлтқа бізге мынау сәйкес келіп тұр. Осы сәйкес келіп тұр, оңай. Үшінші бізде аралас бұлттар. Аралас бұлттың анықтамасын бір көріп жүрейік, кітапта ашайық. Аралас бұлттар екі немесе одан мен қайта айттым. Жеке бұлттар жеке кәсіпорындардың өзіне ғана. Дұрыс, аралас бұлт бізге екі немесе ортақ бұлт. Бізде аралас бұлт. Екі немесе одан да көп бұлт түрлеріне жеке ортақ қоғамдық аралас комбинацияларын атауға болады дейді. Осы бізге сәйкес келеді қайсына? Екі немесе одан да міне тұр екен ғой. Міне бізде аралас бұлт мынаған сәйкес келіп тұр. Ең соңында бізде қоғамдық бұлт, бұл интернетке еркін жұмыс істеуге деген қатарға сәйкес келіп тұр. Кішірейтейін. Қоғамдық бұлт бізде біріншіне сәйкес келіп тұр екен. Бұлай көрсетейік. Міне осыны белгілеп қойсыздар, осымен үшінші тапсырма аяқталады. Түсінікті ойлаймын. Келесі төртінші тапсырмаға көшейік. Адамның компьютері ұзақ уақыт жұмыс жасайды, денсаулығына қандай зиян келуі мүмкін? Ойланып, сыни пікір білдіріңіз. Бұл оңай тапсырма. 5-ші сыныптан бастап бұл тапсырма бар. Әр информатиканың бірінші тақырыбында осы
тақырыптар өтіледі. Мына жерде суретке қарасаңыздар, суретке қарап сөйлеу деген осыдан келіп шығады ғой. Үстел компьютер үстелінің алдында тамақ жеуге болмайды, ара қашықтық сақтау керек, экран мен компьютердің арасы 60 сантиметрден кем болмау керек, жарты сағаттан артық отырмау керек, әр жарты сағат сайын көз қол жаттығу, бел жаттығуларын жасау керек, қисық отырсаңыз омыртқаңыз қисаяды деген сияқты. Көп енді компьютердің экраны су қолмен ұстамау керек, мониторды ұстамау керек, көп отырсаңыз осындай бел ауруына шалдығасыз деген сияқты. Көп отырсаңыз миыңыз қызиды, мына түнде жатар кезде Wi-Fi-ді телефонды сөндіру керек деген сияқты пікірлерді мына жерге жаза кетесіздер. Мына жерге 4-шіне, түсінікті деп ойлаймын. Мен қазір ауызша айтып жатырмын, жазып уақыт кетірмей қойын. Ол оңай тапсырма деп ойлаймын. Келесі 5-ші тапсырма: Кәусар өз құжаттарын Google Drive және OneDrive қоймаларын сақтайды. Қалай түсінесіздер? Қойма дегеніміз сіздің электронный, былайша айтқанда сейфіңіз, сіздің электрондық оған кілтіңіз, логин паролыңызды ұмытпасаңыз, және әлемнің кез келген жеріне интернет қол жетімді болған жағдайда сіз Google Drive, Google қоймаңызға, OneDrive қоймаңызға кіре аласыз, сәйкесінше жүктелген құжаттарыңыз, файлдарыңызды ашып көре аласыз, немесе біреуге жібере аласыз деген сияқты. Қолданылған технологияны атаңыз, бұл жерде Mail, OneDrive, Google. Енді үшеуінде мақсаты бір, үш платформа, 3 сайт. Кез келгеніне кіріп регистрация жасасаңыз, осындай сізге қойма ашылады. Google Drive-та мысалы 15 гигабайт берілетін болса, Mail.ru-да 8 гигабайт, OneDrive-мен пайдаланбаған, олда да сәйкесінше сізге алғашында шартты тегін программа жатады. Бұл белгілі бір дәрежесінен қолданасыз. 8-15 гигабайт, ары қарай қоймаңызды үлкейткіңіз келсе, сәйкесінше сатып аласыз деген сияқты. Қолданылған технологияны атаңыз. Енді бұл жерде Google Drive-ті жаза салайық. Google Drive қоймасы басында 15 гигабайт 15 гигабайт беріледі. Тағы қойманы үлкейткіңіз келсе, қосымша ақы төлеп алуға болады. Артықшылығы кез келген жерде интернет қол жетімді болса, пайдалануға болады. Материал жүктеуге алуға, таратуға болады. Айта берсек көп, осы негізгі Google Drive-ны мысал келтірдім, осыны жаза кетесіздер. Google Drive және OneDrive қоймаларының мүмкіндіктерін сипаттаңыз. Мүмкіндігі де осыған жатады, жаңа тура осында да жаза кетсеңіз болады. Мүмкіндігі не айтсақ болады? Мүмкіндігі әлемнің кез келген нүктесінен файлдарыңызды ашып, өңдеп келесі адамға жіберуге, жүктеуге толық мүмкіндік бар. Бастысы
интернет сізге қолжетімді болса болды. Қолжетімді болса болды. Құжаттарыңыз сенімді түрде сақталынады. Және шектеусіз. Және уақыты шектеусіз. Ол не деген сөз? Сіз жүктеген құжаттарыңызды өшірмейінше, жаңағыдай уақытқа без ограничения, бір жылдан кейін жауап қалады деген нәрсе жоқ. Өзіңіз өшіріп, немесе жаңадан документ қосқанша ол тұра береді деген сөз. Міне бұға осыны жаза кетсеңіздер болады. Соңғы сұрақ, желілік этикеттің екі ережесін анықтаңыз. Желілік этикет дегеніміз бізге қазір актуальны, өзекті ақпаратты айтайын. Қазір ақпарат туралы айтып жатырмыз ғой. Интернет желісіне отырғанда біз күнделікті өмірде таныс достарымыздан көрсек, амандасамыз, сәлемдесем, дәл солай интернет желісіне отырғанда өмірдегідей маска дейді ғой қазір, маска кимей, сәлеміміз дұрыс болып, мейлінше сіздерге агрессия көрсетіп жатса біреулер интернет желісіне, сіз оған егер жауап бергіңіз келмесе, лучше жауап бермеу керек, жазбау керек та. Ответка жаңағыдай боқтау сөздер жазбаған дұрыс. Себебі қазіргі таңда адам құқығы деген интернет желісінде де сақталынған. Сондықтан мейлінше адамдардың агрессияға түспей, сыпайы түрде сәлемдесіп, жаңағыдай пікір алмасу қажет. Боғау сөздер жазуға мүлде болмайды. Қазір заң жүзінде оған да жауапқа тартылады. Желілік этикеттің бірнеше түрі бар. Қазір кітаптан ашып, бір-екеуін көрсетеміз. Желілік этикеттің ережелері: желіде адаммен сөйлесіп отырғанды ұмытпа. Желінің нақты өмірдегідей мінез-құлық ережелерін ұстанып көрдіңіз бе? Өмірде қалай адаммен сөйлесесіз, мысалы мұғаліммен, достарыңызбен, тура солай желіде де сол ұғыммен ұстап сөйлесу қажет, тәртіппен, ұқыппен. Мынау жерде тұрған 10 ережесі бар. Мен енді екеуін ғана көрсете салайын. Сіздер осы кітаптан көрсетсеңіздер болады. Мінекей, сіздер паузамен сұрап аларсыздар, немесе жазып аларсыздар дегендей. Мен мына жерге екі ережесін ғана көрсетейін. Екі ережесін көрсет деген, мінекей осы екі ережені көрсеттім. Міне осымен 9-шы сынып информатика пәні бойынша 1-90 БЖО тапсырмалары аяқталды. Түсінікті деп ойлаймын. Каналға тіркеліңіздер, ұнаса достарыңызға таратыңыздар. Алдағы болатын БЖО тапсырмаларына сіздерге сәттілік тілеймін. Аман сау болыңыздар. Эфирде болған Сапалы білім каналы.